Жақсы, шүкір. Өздеріңіз қалайсыздар? Екінші рет қой. Себеп андай болған сияқты. Дебат бір бөлек, шоу бір бөлек қатып берді. Соны шоу мен дебатын қосайын деп келдім. Мен накане менің абыройым тұрған сияқты. Мұхалидан ұтылып қалсаң андай болады ғой, мен Мұхалидан ұтылып деген әңгіме. Андай ғой, Майк Тайсон мен Қазақстанның бір боксерін шығарып, Қазақстан боксер Майк Тайсон ұтылып қалса айтады ғой, Майк Тайсон ұтылып қалды, тура сол сияқты ситуация болған сияқты, сол үшін ғана. Ондай нәрсені жек көремін, типа аға буындар келіп, бұрынғы дебат, әзіргі дебат, анау дебат, мына дебат. Дебат бірдей, дебат әлі сол, ішіндегі только құрамындағы адамдар өзгерген, ойлар әртүрлі, ол да қызық шығар, қазір жастардың ойлары мүлде бізбен сәйкес келмейді. Әр буынның өзінің идеологиясы бар ғой. Так, Сириустың екінші курсы болғанса, Данияр деген, Ташкөн дейді елдің бәрі. Сол жігіттің ойнады. Енді қалған арқат, жарылқасынан өзіміздің көріп жүрген балалардан да бар. Сосын Нұрдәулет жақсы сияқты, соңғы уақытта көп клуб алып жүр. Қызың пікірсайыс болса, иә. Қалай соны жеке өмірмен деген. Кому какое дело ғой? Сен өз өмірің, өзің істеп жүрген нәрсең саған ұнайды, істейсің, и все. Сонда анандай бір нәрсе ғой, типа айтпау керек, жасыру керек деп, енді жасырғанның да қызығы бар шығар, типа қызықта қашып елдерден Алматыда пікірсайыс жүрмейтін жерлермен жүріп. Бірақ ондай емес, маңызды емес сияқты. Бәрібір ғой. Кім қаяқта жүреді, кіммен жүреді. Қандай шоу? Андай ба? Простота всегда в моде дейді ғой. Уақытында көресіздер. Дебат шоу егер мұхит болатын болса, мен кеттім Мұқағали Медузада. Егер дебат шоу кәдімгідей кей-поп болатын болса, мен Нантиванның Мұқағали Зируза ғой жерде. Сондықтан дебат шоудың элдісін алу деген маған бір маңызды нәрсе сияқты. Ондай бір бәрін алып жүрген нәрсе, жоқ дебат шоудың тек бір ғана ұнайтын жері, ол жерде еркіндік та залда. Барынша көп адамдар, көп адамның сенің ұтқанын қалауы, сол нәрселер ғана маңызды. Әйтпесе сондай дебат шоуда элдіні талай жерде ойнап жүріп, тура сондай шоу жасап, тура сондай мотивта, тура сондай қызықпен, сондықтан ондай маңызды емес сияқты. Мұқағали дебат шоуға келгелі, дебат шоудың деңгейі біраз деңгейге өсті, негізі шындығын мойындау керек, өйткені более шоу деген нәрсені шығатын кездегі вақытты жасауы, ол нәрсенің бәрі дебатқа бір дебат шоудың өзіне үлкен өзгеріс алып келді. Адамдардың қызығушылығын арттыра бастады. Бірақ дебаттың уақытында шоу болмай жатыр да, ондай қатты. Бірақ оның өзі Мұқағалидың еңбегі, не болмаса Мұқағалидың емес, технократтықтардың еңбегі деп білемін. Ең соңғы шыққан өлеңді естіген шығарсыңдар, недегі, опмай-опмайды, который дебатқа арналған. Нағыз шоу да, нағыз керек нәрсе. Қазіргі дебатқа керек нәрсе осы ғой. Андай ағат өтіп жатыр ғой, 1000%, 100%, 200% жеңіп тастайын деп айтпаймын. Дебат дегеннің өзінің қызығы сода да ол жерде. Bir күн ұтасың, бір күн ұтыласың. Маңызды емес кім жеңеді сахнада. Бірақ сахнада кімнің аты қалады, и зал кімді келесі көргісі келеді, сол маңызды. И сенің ол жерде кубок ұстап тұрғаның, мен талай рет екінші орын алғам, бірақ мен бірінші орын алған адамдардан да атақтымын. И сонымен ақ көруге болады, что сен всегда ұтуың маңызды емес. Айналысатын іс жоқ. Жұмыс айналысатын іс емес қой андай. Мен дебаттан келу кету деген нәрсе баяғыда мен де қарсы болдым, сондай типа аға буындар неғып жүр әлі деген. И мен де әлі күнге дебатта жүргенім ол бір қалай дейді, кейде мойындау керек, кейде ақша үшін келеміз, кейде просто так демалып қайту үшін келеміз. Дебат ойнаудың өзінің рахат сыйлайтын сезім бар да, азарт та ол да. Мен де тупо азарт болды, мен атақты болып кетемін, мен ертең кубогым болады, мен ертең қазақ пікірсайысында біреулер таниды, Алматы атақты, онда мүлде ой болған жоқ. Мен де тупо азарт болды, мен сол ойынды ойнағым келді. И мен сол азарттан әлі шыға алмай жүрмін, қайтып айналып келемін. И мен всегда сол айтатын сияқтымын. Кейін бір 25 жасқа келгенде де келіп ойнап кететін сияқтымын ғой, примерно. Қызығушылық тапсам, мысалы мен примерно 8-9 ай келмедім. Ол кезде өзім жеке өмірім пайда болды. Мен дебаттан 2 рет кеткем. Бір рет 4 айға, бір рет 8 айға.
бірінші 4 ай кеткен кезде естерінде шығар, кіммен Ильяс деген жігітпен Неймит деген компания ашып, соның қарамағында ары бері жұмыс істеп жүргенде мүлде уақыт болған жоқ дебатқа. Шынымен уақыт болған, таңертең кеш батқанша. Ал ол 4 ай уақыт созды. Одан кейін 8 ай бір қызбен жүріп бастадым. Содан қызығушылығым бәрі именно сондай тарапқа өтіп кетті. И дебат деген там ондай нәрсе қызық болған жоқ. И сол 8 ай сол қыздың жанында жүрдім. И сол кезде түсіндім, карьерадан бәрі махаббат жоғалып тұратын. Так что қыз тапсам кететін шығармын. Баяғыда ондай нәрсені жек көретін, қазір қымбат машиналар, қымбат киімдер, коньяк, виски деп көресің. Жоқ, үшін барынша нормально, комфортно өмір сүру деген нәрсеге қызығады. Мен барынша стиль деген нәрсе мынаны түсіндім. Мысалы, жер бетінде 7 миллиард халық болса, соның примерно бір 1 миллион әнші шығар. Бірақ 1 миллионның ішінде ең атақтысы 6 ғана да. Ол 6 не үшін атақты? Өйткені оларда стиль бар да. И сенің де бүкіл қоғамнан алшақтап тұратын, сенің стилің, сенің көзқарасың, сенің сөйлеуің, сенің ойлауың, әр адамды бір-бірінен бөлшектеп тұратын, ерекше етіп тұратын ол стиль. Мысалға, типа айтып отырсың, Eagles деген әңгіме етіп қалады негізі. Но 91-ның өзін қазақ шоу-бизнесіне кіруі үлкен жаңалықтар алып келді, үлкен стильмен келді. И тура сол сияқты жаңа стильіне Ғалымжан Молданазар келді, ол да бір бөлек. Тура сол сияқты стильдер көп та, әзірге қазақ шоу-бизнесінде рэп деген стиль кіріп жатыр. И оның өзі жаңа стиль болып келді. Тура сол сияқты әр адамның өмірінде жаңа стиль пайда болғанда, жаңа стимул пайда болады. Адам қашан өзін жақсы көріп бастайды, сол кезде өзгелерді жақсы көріп бастайды. Сол үшін өзім жақсы көрген үшін шығар, өзгеріп жүрген. Мұқағали кейісті өзің құр, миыңа сен. Мұқағалимен негізі бауырымыз ғой, біз қаншама жыл бірге араластық, қаншама саясат жасап турнирларды алып келген кездері болды. Енді оның бәрін айтып отыратын уақыт емес, бірақ тура сондай енді бауырмашылдығымыз бір дебат шоудың айналасында ондай бұзылып қалады деп айта алмайсың. Сондықтан Нұртуған Мұқағалиға барынша сәттілік тілеймін. Ол жеңіске лайықты жігіт, қазір соның уақыты ғой, соның дебаттың Алматы пікірсайысының жұлдызы болатын уақыты. Сондықтан мен оған всегда сәттілік тілеймін. Бірақ ойында мен оған аяушылықпен, либо ой бауырым ғой деп қарай алмаймын, өйткені ол ойын. Ешқандай ойында ешкімге қарамаған.